себебі үстіне түсірілген ретінде сияқты қазір біз телефонда бізде бар ғой, кітаптардан сканерлер қана түсірілген кейбір ноталар көрінбейді деген сияқты бізде кішкене андай бар, минустар бар деген сияқты. Одан кейін бейне сабақтар, аспапта қалай ойнау керек, оның барлығын нөлден бастап көрсетіледі бұл қосымшада. Одан кейін тыңдау функциясы, жаңағы біздің іздеген күйлеріміздің нелері, аудиолары немесе ана жерде қандай созақтар алынады, немесе қандай қашылақтар алынады деген сияқты видео сабақтар да бұның ішінде келеді. Іздеу жүйесі, ән атауы, композитор, тональдік деген сияқты бізге керек нәрсені іздеу батырмасын басып, жаңағы тональностың, композитордың атын және бізге керек нотаның атын жазсақ, полный неше түрлі вариантта ол бізге шығарып береді деген сияқты. Одан кейін пайдалы мәліметтер композитордың өмірбаяны, яғни күйлердің шығу тарихы, әндердің шығу тарихы, яғни ол бізге өте маңызды. Күйлерді, әндерді айтпастан бұрын, жаңадан үйренбестен бұрын біз жүрекпен сезіне білу үшін оның тарихын оқу біз үшін өте маңызды болып келсек. Яғни клиент сегменті, маған қандай адамдар маған клиент бола алады деген қарастыратын болсақ, бізге мектеп, колледж, университет оқушылары маған клиент бола алады, өйткені оларға ең керек нәрселер ноталар, яғни оқып жатырғаннан кейін музыка мұғалімдері алдына келген балаға нота ұсыну үшін ешқандай кітапты қарап отырмай-ақ жаңағы баласына алдынан телефоннан тауып беріп, кітапты ашып деген сияқты немесе нотасын шығарып беру арқылы біздің қазақ музыкасын үйренгісі келетін жалпы халық неше түрлі қазір бізде жас ерекшеліктеріне қарамай көп адам өнер саласына қызығады. Олар нотаны, кітапты қай жерден алуға болатынын білмейді. Одан кейін жаңағы қосымшаны жазу арқылы өздеріне керек нәрселерді табылады. Сосын шетелде жүрген қазақтарға да бұл өте таптырмас қосымша деп есептеймін. Өйткені ешқандай адам қазір дейтін кітап арқылы өтіп жүргісі келмейді. Яғни мысалға бізде бір күй тек қана мына кітапта кездессе, екінші кітапта кездеспейді деген сияқты. Ол бізде шетелдегі қазақтарға да таптырмас қосымша. Ата-аналарға неге қажет? Үйде отырған, баламен отырған ата-аналардың да кейбіреуі қызығады. Яғни олар өздері үйренгісі келеді, немесе баласына өзі үйреткісі келеді деген сияқты. Одан кейін шығармашылық емтиханға дайындалып жүрген студенттер мен оқушыларға керек. Одан кейін құнды ұсыныс бізде қазақ ән күйлер жинағын бір жерде табамыз, яғни бір қосымшада табылады. Ноталар, аудиолар, видео нұсқалар да сол қосымшаның ішінде қарапайым және кәсіби деңгейлерге арналған, үйренуге, тыңдауға, репертуар таңдауға қолайлы. Сосын онлайн, офлайнда қолдануға мүмкіндіктер өте көп. Офлайн дегеніміз жаңағыдай нотаны шығарып алу арқылы біз офлайн түрде деген сияқты. Тарату арналары, App Store, Play Market деген сияқты қосымшаларда жазып аламыз, жаңа телефонымызға жүктеп аламыз деген сияқты. Instagram, TikTok, YouTube-тарға біз жарнама жасаймыз, яғни жаңа әр историяның арасында жарнамалар кетіп жатады ғой, сондай сияқты. Одан кейін неше түрлі сайттарда мен өзімнің қосымшамның суретін қойып, астына жазып, кішкене шағын мәліметтер беру арқылы мектеп, колледж мұғалімдері арасында деген сияқты. Жаңағыдай көптеген өзімнің таныс мұғалімдеріме өзімнің сайтымды ұсынып, өз ішінде жақындарым арасында мен өзімнің жарнама жасай аламын. Клиенттермен байланыс, қолдау чаттар, яғни басында бізде WhatsApp-та, Telegram-да түсіндіруші, нұсқаушы адамдар болады. Қалай қолдану керек деген сияқты. Одан кейін қолданушылардың пікірлері мен бағалау жүйесі. Яғни мен жаңадан бизнес ашып жатырғаннан кейін маған бағалау жүйесі мен қолдаушыдан келген пікірлер өте маңызды болады. Өйткені мен жаңадан бастап жатқан бизнесімді жаңадан құрып жатқаннан кейін ол менің аяққа тұруыма ең керекті нәрсе деген сияқты. Одан кейін жаңа күй немесе ән шыққан кезде жаңағы үстінен бізге жоғарыда келіп тұрады, осылай жаңадан салынды деген сияқты. Ол жағында маған қарастыру өте маңызды. Одан кейін менің жалпы сайтым тегін және ақылы нұсқалар ретінде жүреді. Қазір тағы айтамын. Табыстың көзі. Қосымшаның ақылы жазылымы, қосымша материалды сату, ноталар, видеолар, сабақтарды ол жерден өзі сатып алу арқылы басқаларға да өзінің жаңағыдай ақша жасау үшін сатуға болады деген мүмкіндіктер де қарастырылған. Жарнама орналастыру келісім бойынша жаңағыдай
өзіңнің қосымшаңда Ақтаудың ішіндегі мектептерді ұсынуға болады, осындай деген сияқты. Одан кейін Астана, Алматы деген неше түрлі қалаларда қазір мектептер көп қой, музыкальный мектептер көп. Соларды ұсынуға болады. Сосын музыка мұғалімдермен серіктестік, яғни жаңағыдай айтқандай, мұғалімдермен серіктес болуға, олар өте маған керек серіктестер, көбінесе оларға ноталар керек болады деген сияқты. Негізгі ресурстар менде болатын адамдар, ол музыканттар, яғни бізге маған ноталарды, ескі запистерді немесе видеоларды түсіріп беретін білікті мамандар керек маған. Бағдарламашы дегеніміз, менде айтишник осы бағдарламаны құрып беретін адам, яғни бастан аяқ осы басты шаруаны маған тындырып беретін, ол менде бағдарламашы. Нота жинақтары, аудио материалдар сірә өз алдына маған керек. Бәсекелестік талдау. Мен басты нәрсем бұл нарықта осындай басқа қосымша бар ма? Өзіме қоятын сұрақтарым. Олардың артық кем тұстары қандай? Олардың қайталанбаған нәрселерін мен жасап, оларда бар заттарды мен жасамау деген заттарды. Сосын менің қосымшамда олардың несімен ерекше, олармен жаңағы бір-біріне салыстыру арқылы өзіме бірінші талдау жасаймын бизнесіне. Одан кейін мақсаттың нақты көлемі. Бұл жоба қанша адамға қызықты болады? Қызықты ма, басқа адамдар қызыға ма? Менде мақсатты аудитория бола ма? Қалай күнделікті менің қосымшам жұмыс істеп тұра ма деген сияқты. Мысалы, Қазақстандағы мектеп оқушыларының саны, шетелдегі қазақтардың санын біліп алу маған маңызды. Одан кейін масштабты мүмкіндік. Болашақта басқа елдерге шығуға бола ма? Бұл программалар тек Қазақстанның ішінде ғана бұл танымал бола ма? Жоқ, ол немесе басқа шетелдерге мұғалімдерге де керек па деген сияқты. Қосымшаға шетелдік қазақ композиторлардың туындыларын да қоса аламын ба? Ондай мүмкіндік бар ма? Жаңағыдай қазіргі таңда бізде авторский права деген бар. Ондай нәрселерді мен жасай аламын ба деген сияқты нелерді шешіп алу керек деген сияқты басындағы. Сосын мүмкіндіктерім, заңдық және құқықтық негіздер, бұл заңды түрде және жаңағы әңгімелердің авторының рұқсатымен ол жерде барлығы болу керек. Қазіргі таңда ол заңды түрде көп заттар шешіледі бізде. Сол үшін оның барлығын алдын алу үшін авторлардың құқығын, авторлардан рұқсат алу арқылы жаңағыдай мен оның қосымшама заттарын негіз аламын деген сияқты. Одан кейін маған дизайн өте маңызды болуы қажет, яғни қазіргі таңда көп жастар сыртына ғана қарап баға береміз ғой, көбіміз дейтін. Сырты қандай әдемі болып тұрса, іші де сондай болатын деген сияқты. Одан кейін менің қосымшамның ішінің өзі бір адамға тартымды, жаңағы ыңғайлы, сәтті болуы қажет та. Сосын пайдаланушының ішінен кейінгі жолдары көрініп тұру керек. Мына бағдарлама бағытты басса, осындай сайтқа кіресің деген сияқты нәрселер менде көрініп тұру керек деген сияқты. Пайдаланушыны тарту немесе ұстап қалу стратегиясы менде қосымшада геймификация, жаңа бал жинау, бейдж челлендждері, аптасына әртүрлі челлендждер жасап тұру, яғни мына күйді записін қоямда, бұл қандай күй, яғни олар бал жинау арқылы өздеріне жаңағыдай ақша жасау мүмкін. Қазіргі таңда бізде қалан деген нелер бар ғой, сайттар, есеп шығарасың, саған ақша береді деген сияқты. Сондай нәрселерді мен қарастырдым. Одан кейін жаңағы бұл жоба маған қандай ақша алып келеді деп ойлайтын шығарсыздар. Бастапқы 3 ай мысалға мен тегін қылатын болсам, ар жағында белгілі бір сумманы қойып, жаңағыдай ақылы қылуыма да мүмкіндіктер бар. Яғни қазір көп затта бізде сондай ғой, ешқандай зат тегін емес, оңай келмейді деген сияқты. Бұл жоба ұлттық мәдениетті насихаттайтын әрі заманауи технологиямен тұтастырылған өте өзекті бизнес идея деп есептеймін. Менің бизнесім қызығып тыңдағандарыңызға рахмет.